Қайырлы күн, мен YouTube көрермендерім. Бүгін бізде ерекше влогты біз бүгінгі влогта, бүгінгі видеода өзіміздің бақшамызда өсіп тұрған көкөністермен таныстырамын. Бұл бізде бірінші бақшамызда осындай гүлдерді ектеміз. Роза гүлдер әдемі болып өсіп тұр. Ағы, жасылы, қызылы кішкене қараусыз кетті. Сондықтан шөптері өсіп, өздерге сарғайып кетті. Бізде бақшамызда ең бірінші бұл бізде бақшамызда өсіп тұрған бұл бізде қияр. Осындай сорты бізде. Сыртындағы тікенектер кішкене жабысады. Сондықтан қолғаппен тереміз. Бізде диалект сөз енді біз қиярды оңтүстікте бәдірен деп айтады. Бәдірен дейміз, бәдірен тек қой, бәдірен қаншадан деген сияқты. Бізде науқан уже бітіп жатыр. Біз маусымның басынан бастап осы қиярды жеп келе жатырмыз. Біразын жаптық, біразын саттық дегендей. Ауылда енді көбісін қолдан жабамыз ғой, қолдан өсіреміз. Бізде одан кейін қызанақ, помидор деп айтамыз енді орысша. Қызанақтың осындай сорты. Осындай сорты. Қызымды жағаласып отыр. Міне қызанақтарымыз. Енді түрлері онша емес болып қалды. Көктемде ертең кезде күшті болып тұр еді. Иә, помидор. Помидор. Так бізде 1, 2, 3, 4 қатар помидор екен. Одан кейін бізде баклажан. Қарасаңыздар. Баклажан. Ларестидан баклажан деген болып отырған. Және баклажан өте көп пісіп жатыр. Енді бір піссе, ол қандай пісе береді. Күтімнің қажеті жоқ. Қарасаңыздар. Мына қатардың барлығы осы баклажан. Гүлдеп жатыр. Көбісі әлі уже күн салқындап жатыр, бірақ та гүлдеп жатыр. Шеретесін берсін дейін. Қатардың аяғына дейін бізде баклажан. Одан кейін қатарда бізде болгарский. Болгар бұрышы. Енді бізде ауылда болгарский деп айтады. Болгар бұрышы. Тәтті бұрыштар. Міне қызылы, көгі. Иә, молодец. Мына жақта сарысы бар. Осылай көрсетейін екен. Осылай пісіп жатыр. Бұда да уже гүлдері бар әлі. Осы күз біткенше пісе беретін сияқты. Бұлтар да солай болған. Күз біткенше пісті. Біз енді бәрін бұны жеп бітіре алмаймыз. Жартысын сатамыз, көршілерге тегін береміз. Солай, мінекей мына жақта баклажандар бағанағы өте гүлдеп тұр әдемі. Гүлдеп тұр. Одан кейін қатарда бізде асқабақтар. Асқабақтарымыз уже дайын. Уже жеп жатырмыз. Кішкене шеттерін тауықтар шоқып тастаған ғой. Бізде шөжектер бар. Солар шоқып тастағанына бастарын бәрін. Өйткені мынаусында басқаланда міне асқабақтарымыз өте көп биыл. Жақсы салды. Бұған енді су қармаймыз. Бұл да әлі гүлдеп жатыр. Әлі де піседі. Енді пісіп үлгермейді енді. Бірақ гүлдеп жатыр да. Мынаны қарасаңыздаршы. Гүлдерді түйіндеп пісіп жатыр. Енді пісіп үлгере ма, күзге дейін үлгермей ма, білмеймін енді. Мына жақтарда бізде жемістер. Алма. Алма қурап кетіпті. Так, бізде енді келесі құлпынайлар. Мына жақта құлпынай. Жаңағыны теріп алдық. Бұл жақта енді біраз болып қалғанша пісіп жатпайды. Мына жақта құлпынайлар өте жақсы пісіп жатыр. Бұны да жаңа теріп алдық. Гүлдеп жатыр. Мінекей қарасаңыздар, түйіндері әлі бар. Міне қарасаңыздар, өте әдемі болып пісіп жатыр. Біз енді барлығын ауылда тұрғандықтан барлығын өзіміз үйден егеміз.
табиғи өнім ғой. Мінекей мына жерде біреу алынбай қалып кетіпті. Қарасаңыздаршы, құлпынай. Өзіміздің үйдің құлпынайы. Ешқандай үйдің құлпынайы, ешқандай дәріленбеген, өте әдемі құлпынай. Мына жерде тағы бір құлпынай бар. Әрі піспепті, ертең дайын болып қалады. Бұл да енді бізде күзге дейін піседі. Қарасаңыздар, енді көгеріп, мынаусы енді гүлдеп жатыр мінекей. Осылай, мынау да бар екен. Біздің бақшамызда осындай көкөністер, жидектер бар. Енді болашақта көбейтпейміз, енді осы күйінде қалады, басқа жер жоқ бізде енді. Бірақ құлпынайды көбейтеміз. Құлпынай өзі жақсы екінші, балдар да жақсы жейді. Мінекей, мына жерде бізде елкамыз бар. Так, үлкейтемін, кішірейтемін. Осындай елкамыз бар. Так, осы біздің влогымыз сізге ұнап жатса, лайк, подписка жасап, тастау каналымызға жазуды ұмытпаңыздар. Алда қызықты видеолар болады. Сау болыңыздар.